Қайырлы күн қымбатты пайдаларына каналының көрермендері, бүгін сіздермен мерекелік дастарханның сәні болатын, дәмі өте ерекше ресторандық салат рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар, арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар достар. Ең алдымен креветкені маринадтап аламыз. Оған бізге тұз, бұрыш, паприка, құрғақ чеснок және зәйтүн майы қажет болады. Барлық ингредиенттерді қосып, жақсылап араластырып, 30 минутқа қойып қоямыз. Қызып тұрған табаға зәйтүн майын құйып, креветкені салып, екі жағын 3 минуттан жақсылап қуырып пісіріп аламыз. Айсберг орам жапырағын жақсылап жуып аламыз. Қолымыздың көмегімен ұсақ бөліктерге бөлеміз. Үстінен қалауымызға қарай петрушка жасыл шөбін, ас көкті, немесе қалауымызға қарай кез келген жасыл шөп түрін қосуға болады. Салаттың астыңғы қабаты жасыл шөптер болады. Тарелкаға биіктеу етіп орналастырып аламыз. Және де үстінен жақсылап жуылған және бөліктерге бөлінген құлпынайды саламыз. Келесі кезекте екі бөлікке бөлінген черри қызанағы және де жақсылап тазаланған, видеода көрсетілген бөліктерге бөлінген апельсин жемісін орналастырамыз. Домалақ пішіндегі моцарелла ірімшігін екіге бөлеміз және де салаттың ең соңғы қабаты ащы янды жақсылап үстіңгі бетіне орналастырып шығамыз. Және ең маңызды сәт бұл біздің салатымыздың үстінен құйылатын соусы. Оған бізге тұз, қант, бал, бальзам кремі, дәнді қыша және де зәйтүн майы қажет. Соусымыз өте қою болғанша жақсылап араластырамыз. Салаттың үстінен барлық жеріне жететіндей етіп құйып шығамыз. Салаттың бетін бальзам соусымен әрлеуге болады. Осымен біздің ерекше дәм салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңызға көп рахмет достар.